Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді және тез пісетін рецепті өте оңай песочный самсаның рецептімен бөлісетін болам. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ол үшін бізге қаймақтың 20% керек болады. 3 ас қасық қосасыздар. Одан кейін 2 жұмыртқаның сарысын қосамын. Сіздер өздеріңіздің жұмыртқаларыңызға байланысты қосасыздар. Қамырыңыз үлкен көп болсын десеңіздер, үлкен болсын десеңіздер, ол кезде қаймағын да, жұмыртқасын да көп қосасыздар. Одан кейін тұз қосам, жақсылап араластырамын. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып жақсылап араластырамын. Одан кейін артынан ұн қосасыздар. Ұнды осылай жайдан бөліктеп қосасыздар. Жақсылап араластырамыз қамыр болғанша. Одан кейін тағы да ұн қосам. Енді қамыр жасаймын осымен. Жақсылап билеп аламын. Осы дайын болған қамырымды морозильникке жарты сағат 1 сағатқа тынып қоямын. Қоспасына маған сиырдың фаршы керек болады, және 2 пияз және 4 картошка. Осыларды енді 4 бұрышты қылып турап дайындап қоямын. Оппа, вот дайын 4 бұрышты. 6 секундта дайын болды. Енді осының үстіне тұз қосамын, көз мөлшерімен қосамын. Өздеріңізге байланысты қосасыздар. Тұзды, одан кейін қара бұрыш, одан кейін осындай самсаға арналған приправа. Одан кейін кішкене 1 ас қасық сұйық май қоссаңыздар болады. И жақсылап араластырамыз начинкамызды. Бәрі араласу керек. Өте жақсы. Енді холодильниктен мен жаңа қамырымды аламын. 1 сағатқа қойып қойдым мен. Осыны аламын да пышақпен осылай бөліп шығатын болам. Осылай бөлесіздер. Опаля, осылай лағман сияқты созып аласыздар да. Осылай бөлесіз. Менікі жүр аз болып қалды. Сонымен екеуін алдымда қосып, осылай жасадым. Размерін үлкейтіп. Сіздер енді өздеріңіздің самсаңыздың размеріне байланысты жасайсыздар. Опаля, бәрін осылай дайындап алдым. Қамырды жайып аламын да, осылай начинканың ішіне салып. Оппа, осылай түйіп шығамын. Артынан жұмыртқаның сарысын үстіне жағып шығамын да, қызып тұрған пешке 180 градусқа қоямын. 180 градусқа қоясыздар. И үстінен мен осындай кунжут қостым. Сіздер өздеріңіздің қалағандарыңыз бойынша қоса бересіздер. Қара кунжутты қоссаңыздар да болады. Міне, менің песочный самсам дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.